Шаһардың жол желісіне тағы бір жаңа бағыт қосылды. Өткен жылы құрылысы басталған Қазиев көшесінің жалғасы пайдалануға берілді. Енді 4 жолақты жаңа жол қаланың солтүстік бөлігіндегі көлік қозғалысын жеңілдетіп, Бәйдібек би даңғылына түсетін жүктемені азайтуға сеп болмақ. Дәл қазір біз Қазиев көшесінің Арғынбеков көшесінен Төлеуметова көшесіне дейінгі жаңа бөлігінде тұрмыз. Ұзындығы 1,7 шақырым болатын 4 жолақты жолдың құрылысы 2025 жылдың наурыз айында басталып, бүгінде толық аяқталды. Бұған дейінгі көлік жүктемесін ескерсек, жаңа жолдың іске қосылуы қозғалысты жеңілдетуге мүмкіндік береді. Әсіресе бұл бағыт Ақжайық пен Шымкент шағын аудандары тұрғындары үшін тиімді. Себебі жаңа жол олардың қала орталығына қатынауын жеңілдетіп, қосымша бағыт ұсынып отыр. Шымкент қаласының бас жоспарына сәйкес жол инфрақұрылымын дамыту мақсатында жүзеге асырылған нысанның құрылысына 1,7 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен корпорация Береке А жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт түзілген. Сонымен қатар жол салу барысында мемлекет мұқтаждығына алынатын 12 нысан анықталған. Негізі Қазиев көшесі бұрын білетін болсаңыздар, Арғынбек көшесіне дейін ғана келетін болатын. Рысқұлов бағытынан бері қарай. Бас жоспарға сәйкес бізде осы Арғынбек көшесінен бірінші кезекте Төлеумет көшесіне дейінгі аралығын салу туралы тапсырма болып, соған сәйкес біз қаржы қарап, жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеп, 2025 жылы құрылыс жұмыстарын бастаған болатынбыз. Сәйкесінше осы 26 жылы пайдалануға беріп отырмыз. Келісімшарт құны 1,7 миллиард теңге болды. Кезең-кезеңіне сәйкес және мынау мемлекет мұқтаждығына алынатын нысандар толық алынуына байланысты біз осы құрылысты мерзімде пайдалануға тапсырып отырмыз. Құрылыс барысында ешқандай бізде кедергілер, басқа да қаржыландыру бойынша да кешігулер орын алған жоқ. Сәйкесінше осы орта белінен бастап Төлеумет бағытына қарай бізде мемлекет мұқтаждығына алынатын нысандар көптеп болды. Және оның жер қатынастар басқармасы тарапынан мемлекет мұқтаждығына алу жұмыстары жүргізіліп, оларға тиісінше өтемақы төленіп, бұзу жұмыстары атқарылғаннан кейін біз осы жолды салуға мүмкіншілік болды. Жоба аясында жол төсемін салумен қатар оның айналасындағы инфрақұрылым да ретке келтірілді. Жол жиектеріне ирригациялық жүйе орнатылып, абаттандыру жұмыстары толық орындалған. Жалпы шаһарда бұдан бөлек жол инфрақұрылымын дамытуға бағытталған басқа да ірі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Соның бірі Бәйдібек би даңғылы бойындағы жол айрықтың құрылысы. Сала мамандары 3-ші жол айрықты жыл соңына дейін көлік қозғалысын ашуды жоспарлап отырғанын жеткізді. Жыл соңына дейін бізде мынау өздеріңіз білесіздер, А2 айналма жол дейміз. Сол Қазығұрт-Мөлтек ауданының жағында учаскесі қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 5-ші кезең деп аталады. Соны пайдалануға беру жоспарлап отырмыз. Алтынсарин көшесін, мынау Мұстафа Шоқай көшесінен бастап Тұран шағын ауданының аралығы. Сол нысанын пайдалануға береміз. Одан басқа Ақсүмбе көшесінде жұмыстар жүргізілді. Ол жерде мемлекет мұқтаждығына алынатын нысандар әлі толық шешілген жоқ. Сонымен қатар қаржыландыру жоспарына сәйкес сол 2027 жылға өтпелі. Бәйдібек би Төлеумет көшесінің қиылысында жол айрық құрылысы қазіргі таңда жүргізілуде. Ол жерде біз инженерлік желілерді алмастыру жұмыстарын толық аяқтадық. Қазіргі таңда негізгі трек жұмыстары және осы жол айрыққа қатысты жұмыстар жүргізілуде. Осы жыл соңына дейін оны да көлік қозғалысы үшін ашып береміз деген жоспарымыз бар. Жалпы жаңа жолдар мен өткелдердің кезең-кезеңмен іске қосылуы көлік ағынын бірнеше бағытқа бөліп, негізгі магистралдарға түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде қала тұрғындарының қатынауын жеңілдетіп, Шымкентте көлік қозғалысының қолайлығын арттыруға бағытталған. Оразгүл Рашидқызы, Ақжол Рахманқұлов, Қасым-Жомарт Танарбаев, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.